Саламатсыздар ма? 5-ші сынып математика, тәжірибе 4-90. Бірінші сұрағы. 180 градустық өлшеміне сәйкес келетін бұрышты түрін анықтаңыз дейді. Бұл жазыңқы бұрыш. Келесі 80% бөлшек түрінде жазыңыз дейді. 80% дегеніміз бөлшек түрінде жазатын болса, ол 100%-дан 80% деп жазсақ болады. Сонда 80 мен 100-ді қысқартып жіберсек, 20-ға, сонда 5-тен 4-тен болады. 5-тен 4 деп жазсақ болады. Немесе бұны ондық бөлшек түрінде жазуға да болады. Ол үшін алымында бөлімінде 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда 10-нан 8, 0,8 деп жазсақ та болады. Келесі үшіншісі, егер шеңбер диаметрі 24 см болса, онда оның радиусы дейді. Да тең 24 сантиметр. Бізде мынандай формула бар. Да тең 2 R, 2 радиус. Немесе R тең болады. Екі жағында 2-ге бөліп жүретін болсақ, да бөлінген 2. Сонда радиус тең болады екен. 24 бөлінген 2 тең 12. Сонда радиус 12 сантиметр екен. Төртіншісі, сыныптағы 18 оқушы спортпен айналысады. Бұл сыныптағы оқушылардың 60%. Сыныпта барлығы неше оқушы оқиды дейді. Бұл жерде айтылып тұр, 18 оқушы спортпен айналысады. Бұл 60%-ды құрап тұр. Демек, 18 оқушымыз сәйкес 60%-ға. Барлығын табу үшін бізге ол 100%-ды табу деген сөз. X тең болады. 18 бен 100-ді көбейтеміз. 60-ға бөлеміз. 0 мен 0-ді қысқартып жіберсек, 6 мен 18-ді қысқартып жіберсек, 3-тен болады. Мына жерде 10 қалды. 3 пен 10-ды көбейтсек, 30. Сонда жауабы 30 оқушы бар екен. Диаграммада сынып көшбасшысын таңдау нәтижелері көрсетілген дейді. Дөңгелек диаграммадағы мәліметтерді қолданып келесі сұрақтарға жауап беріңіз. А дейді, Дамир дауыстың қанша пайызын жинады? Дамирдің жинаған дауыстарының пайызын табу үшін біз басқа оқушылардың жинаған пайыздарын қосып 100%-дан азайтатын боламыз. Диана 26 жинаған, қосылған Алия 24, Дәулет 15, Рауан 14, Жанар 10. 26 мен 24-ті қоссақ 50, 15 пен 14-ті қоссақ 29, 50 мен 29-ді қоссақ 79, 10-ді қоссақ 89. Сонда 100 азайтылған 89. 11 болады екен. Сонда Дамир 11% жинаған. Енді келесі басында осы есептің кім ең аз дауыс жинады дейді. Бұл жерде көрініп тұр. Ең аз дауыс жинаған Жанар екен.
жанары деп жазамыз. Оның пайызы 10. Келесі 6-шы есеп. Фермадағы дақылдар егуге белгіленген жерлер келесідей бөлінген. Бидай 55%, сұлы 15%, тары 10%, қарақұмық 20%. Осы мәліметтерді дөңгелек диаграммаға бейнелеңіз дейді. Енді пайыздары көрініп тұр екен. Енді жазбай қойын қайталап. Барлық пайыздардың қосындысы қанша болады екен бізде? 55-ке 15-ті қоссақ 70 болады екен. 10-ды қоссақ 80, 80-ге 20-ны қоссақ 100%. Бізде 100% шығып тұр екен. Сонда біз жазамыз. 100%-ымыз дөңгелек диаграмма салу үшін ол бізде 360 градусқа сәйкес. 360 градус болатын болса, біз 1%-ды немесе кез келген пайызын тапсақ болады. 1% тауып көрейік. 1-ді 360-ға көбейтіп 100-ге бөлеміз керек. Сонда 3,6 болады екен. Бидайды табу үшін 3,6-ны 55-ке көбейтеміз. Сонда 198 болады. Келесі сұлы 15% екен. 15-ті 3,6-ға көбейтем. Сонда 54 градус болады. Тарыны 10%-ді 3,6-ға көбейтсек 36 градус болады. Келесі қарақұмық 20%-ді 3,6-ға көбейтетін болсақ 72 градус болады. Енді шамамен сызып көрейік. Бізде бұл жерде бидайымыз 198 градус дейді. 198 градусты салуымыз керек. Енді бұл жерде шамамен сала берейік. Бұл шамамен 198 градус. Бұл бидай 55% деп қойық. Келесі. Бізде айтпақшы 54 градус пен 36 градустың қосындысы 90 градусты береді. Сондықтан ол екеуінің қосындысын мен бұлай салғысам болады. Демек, мұна бөлік ол екеуінің қосындысы. Енді шамалап. Біреу 50 градусқа жоқ, екіншісі 30 градустан. 50 градустан артық, екіншісі шамамен 40 градусқа жетпейді. Сонда егер тура былай сатын болсам, ол 45 градус болады. Демек, оны былай қысып қойсам, онда шамамен тура келеді екен. Жазып қойық. Мынау 20%, 15%, 10%. Кестеде оқушылардың математика пәнінен өткен емтиханның нәтижелері берілген. Дұрыс шешілген тапсырмалардың саны дейді. Оқушылар саны. Емтиханды қанша оқушы тапсырды дейді. Бұл жерде оқушылар саны мына жерде көрініп тұр.
олар мына сандар. Осылардың қосындысы оқушылардың емтихан тапсырғандарының саны шығатын болады. Демек, 7-ші есептің А деген есебінде 3 қосылған 4, қосылған 12, қосылған 15, 8, 3, 5. 12 мен 8-ді қоссақ 20, 15 пен 5-ті қоссақ 20, 3-ке 4-ті қоссақ 7, оған 3-ті қоссақ 10. 2, 20, 1, 10, 50 оқушы екен. Әрі қарай кестеде берілген мәліметтерді қолданып бағанды диаграмма тұрғызыңыз дейді. Бағанды диаграмма салуымыз керек. Бағанды диаграмманы біз дәптерге салғанда былай салайық. Бізде мына аралық 0 болсын. Келесі аралығымыз 1 болсын. 2, 3, 4, 5. 6 керек екен бізге. 6. Енді 0 балл алған оқушылардың саны 3 екен. Сонда міне мынанша болады екен. Келесі 1 балл алғандардың саны 4 екен. Келесі 2 балл алғандардың 2 дұрыс шешілген тапсырмалар 2 тапсырманы шешкен оқушылардың саны 12 екен. Келесі 3 тапсырма шешкен оқушылардың саны 15 екен. Төрт тапсырма шешкендердің саны 8 дейді. Бес тапсырма шешкендер 3. 6 тапсырма шешкендердің саны 5 екен. Баған диаграммамыз осылай болды. Осымен тыс жабық аяқталды. Сау болыңыздар.